Тойға келген жоқсыздар қаншақты? Қайырлы күн, құрметті депутаттар және сессияға қатысушылар. Аудандық мәслихаттың 11 депутаттан бүгінгі 39-шы кезектен сессияға 11 депутат қатысып отыр. Оның ішінде 6 депутат бізде Zoom арқылы. Форум бар, сессия өз жұмысын бастауға құқылы. Железин аудандық мәслихаттың 8-ші сайланған 39-шы кезектен сессиясы ашық деп жарияланады. Сессия жұмысына аудан әкімі орынбасарлары, ауылдық округ әкімдері және бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері қатысады. Құрметті әріптестер, күн тәртібінде бізде қаралатын 4 сұрақ. Күн тәртібі қолдарыңызда бар. Күн тәртібі бойынша сұрақтарыңыз бар ма, ұсыныстарыңыз? Жақсы, онда күн тәртібін бекітуіміз керек. Дауысқа саламын. Кім қолдайды? Кім қарсы? Қалыс қалғандар бар ма? Қабылданды. Сондай-ақ сессия жұмысының регламентін бекітуіміз керек. Регламент сіздердің қолдарыңызда бар. Регламент бойынша ұсыныстарыңыз бола ма? Жақсы, ұсыныстарыңыз болмаса дауысқа саламын. Сессия жұмысының регламентін бекітуді кім қолдайды? Кім қарсы? Қалыс қалғандар бар ма? Қабылданды. Ұсыныстар мен ескертулерді есепке алып жинақтауды ұйымдастыру үшін бізге сессия хатшылығын сайлау қажет. Хатшылыққа 2 кісі сайлансын деген ұсыныс бар. Басқа ұсыныстар бола ма? Болмаса онда дербес нөмір 10-шы сайлау округінің аудандық мәслихаттың депутаты Евгений Николаевич Миронов, мәслихат аппаратының ұйымдастыру бөлімінің басшысы Марина Зинулловна Садыкова. Хатшылықтың құрамы бойынша басқа ұсыныстар бола ма? Болмаса оны дауысқа саламын. Кім қолдайды? Кім қарсы? Қалыс қалғандар бар ма? Қабылданды. Күн тәртібін қарауға көшеміз. Бірінші мәселе бойынша сөз Ақтау ауылдық округінің әкімі Жанар Жанботан Орынтаеваға беріледі. Әріптестер, келісесіздер ғой? Жаңа тұрақты комиссиядар арасында қаралды, барлық сұрақтар қойылды, бұл мәселе талқыланды деп ойлаймын. Сондықтан онда келесі сұраққа көшеміз. Келесі сұрақтан бұрын, құрметті әріптестер, бізге осы мәслихат сессиясының шешімнің жобасын қабылдауымыз керек. Шешім жобасы қолдарыңызда бар. Шешім жобасы бойынша сұрақтарыңыз бола ма? Жақсы, онда дауысқа саламын. Кім қолдайды? Кім қарсы? Қалыс қалғандар бар ма? Қабылданды. Екінші және үшінші мәселе бойынша сөз бізде Арман Аманбайұлы Басқанбаевқа беріледі. Құрметті депутаттар, құрметті шақырылғандар, Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы заңының 10-шы бабына сәйкес аумақтық, учаскелік және округтық комиссиялардың шығып кеткен мүшелердің орындарына тиісті рәсімдер жүргізілді. Бос орындар туралы хабарландыру аудандық мәслихат аппаратының интернет ресурсында жарияланды. Қоғамдық бірлестіктердің ұсыныстары негізінде келесі кандидатуралар ұсынылды. Аудандық сайлау комиссиясына Ринат Жұмағалиевич Капаров, Аскар Танжарикович Саденов, Аманжол Сейітович Чужаев ұсынылды. Учаскелік сайлау комиссияларының құрамына келесі кандидаттар ұсынылды. Нөмірі 215-ші береговой сайлау учаскесі бойынша Илья Ильич Мирошниченко, Елена Федоровна Покорская, Михаил Валерьевич Жуков, Гаухар Жұматаевна Бергбаева, Гүлнар Ерсейновна Сагындыкова ұсынылды. Нөмірі 221-ші Славяновка сайлау учаскесі бойынша Анатолий Ефимович Райлян ұсынылды. Нөмірі 222-ші еңбекші сайлау учаскесі бойынша Калия Калиевна Утеева ұсынылды. Нөмірі 228-ші Моисеевка сайлау учаскесі бойынша Юлия Викторовна Трейзе ұсынылды. Нөмірі 231-ші Жаңа Жұлдыз сайлау учаскесі бойынша Мира Талапкеровна Климовских және Жамила Амангельдиновна Қайырбаева ұсынылды. Нөмірі 233-ші Екшоқ сайлау учаскесі бойынша Усенбаева Шакизат Аширалиевна ұсынылды. Нөмірі 238-ші Майлы сайлау учаскесі бойынша Жаннар Тайырқызы Дайымбетова ұсынылды. Нөмірі 245-ші Престиж сайлау учаскесі бойынша Надежда Анатольевна Доброва ұсынылды.
Нөмірі 246 үрлетіп сайлау учаскесі бойынша Оксана Ивановна Путинцева, Ирина Геннадьевна Юхневич және Сергей Валерьевич Кузьмин ұсынылды. Нөмірі 249 Ақтау сайлау учаскесі бойынша Еділ Санатұлы Батыр ұсынылды. Ұйымдардың тізімі қолдарыңызда бар. Екінші сұрақ аяқталды. Келесі. Желаю. Үшінші сұрақ бойынша округтік сайлау комиссияларының құрамына келесі кандидатуралар ұсынылды. Нөмірі 9 сайлау округіне Назгүл Бейсенбаевна Битенова және Амелбек Жұмагелдиевич Ашымжанов ұсынылды. Баяндама аяқталды. Баяндама аяқталды. Сұрақтарыңыз бола ма? Есть вопрос. Эти вот все у нас члены комиссии, они от партии идут или от общественного? От общественного объединения. От партии никого нет? От партии не было предложений. Не было предложений? Да. Басқа сұрақтарыңыз бар ма? Жоқ. Жақсы, сонда сұрақтарыңыз болмаса, бұл екі мәселе бойынша біз мәслихат шешімін қабылдауымыз керек. Шешім жобасы қолдарыңызда бар. Шешім жобасы бойынша сұрақтарыңыз бола ма? Жоқ болса, дауысқа саламын. Кім қолдайды? Кім қарсы? Қалыс қалғандар бар ма? Қабылданды. Төртінші мәселе бойынша сөз Әсет Асланұлы Мүмкіновқа беріледі. Құрметті депутаттар, аудандық мәслихат сессияның қарауына мынадай мәселелерді енгізуді сұраймыз. Жизнь аудандық мәслихатының 2014 жылғы 14 маусымдағы терроризмге қарсы комиссияның дербес құрамын бекіту туралы номер 126/8 шешіміне өзгерістер енгізу туралы. Ауданның терроризмге қарсы комиссияның дербес құрамына Қуат Жапалбаевич Тусубеков, Жизнь ауданы полиция басқармасының бастығы, Аян Татибаевич Бозаев, Жизнь ауданы қорғаныс істері жөніндегі бөлімінің бастығы, Ахат Манарханович Омаров, Жизнь ауданы төтенше жағдай бөлімінің басшысы, Қанат Балтабаевич Рамазанов, Жизнь ауданы экономиканың нақты секторы бөлімінің басшысының міндетін атқарушы енгізілсін. Нургалиев, Чумаков, Курский, Садбеков шығарылсын. Комиссия құрамында Жизнь ауданы әкімі аппараты басшысының міндетін атқарушы Мутынов Әсет Асланович деген сөздер Жизнь ауданы әкімі аппаратының басшысы Мутынов Әсет Асланович деген сөздермен ауыстырылсын. Аяқталды. Баяндама аяқталды. Сұрақтарыңыз бар ма? Жоқ. Сұрақтарыңыз Әсет Асланович, я жду состав бюджетной комиссии. Нет, на сессии Әсет Асланович озвучивал. Вы же с вами разговаривали. дауыстарыңызды беріңіздер, жауаптарыңызды беріңіздер, құрметті әріптестер. Уже расында екінші сессия ма, уже айтып отыр ғой. Үшінші ме? Жазбаша түрде онда нелеріңізді жауаптарыңызды беріңіздер. Жақсы. Жақсы, оның сұрақтарыңыз бар ма? Жоқ, отырыңыз. Құрметті әріптестер, онда осы мәселе бойынша біз аудандық мәслихат сессиясының шешімін қабылдауымыз керек. Шешім жобасы қолдарыңызда бар. Шешім жобасы бойынша сұрақтарыңыз бола ма? Болмаса оны дауысқа саламын. Кім қолдайды? Кім қарсы? Қалыс қалғандар бар ма? Қабылданды. Бүгін сессияда бүгін сұрақтар бәрі қаралды. Сессия жүргізу бойынша ескертулеріңіз бар ма? Жоқ. Ескерту болмаса, онда барлықтарыңызға сессия жұмысына қатысқандарыңызға рахмет. Қош сау болыңыздар. Депутаттар қалыңыздар.